Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы әлеуметтік тұрмыстық қатынастағы сөз әдебі. Сабақтың мақсаты сөз өнерін, тіл мәдениетін меңгерту, әлеуметтік тұрмыстық қатынастағы сөз әдебі туралы түсінік беріп, білімгерлердің сөздік қорын молайту, мәдениетті сөйлей білуге тәрбиелеу, шешендікті шыңдау. Әлеуметтік тұрмыстық саладағы қарым-қатынас негізінен үй ішінде, сондай-ақ ағайын туыс, жора жолдас, құрбы құрдастар арасында жүзеге асады. Қарым-қатынастың бұл түрі еркін бейресми жағдайда өтеді. Дегенмен, олардың өзіне тән әдебі болады. Сол әдепті ұстана білу адамдардың түсіністігіне жол ашып, қарым-қатынас мәдениетін көркейте түседі. Енді солардың негізгілеріне тоқталып көрейік. Амандасу. Амандасу инабаттылық пен әдепке қатысты қатынас нормасы. Байырғы қазақ дәстүрінде амандасу олардың әлеуметтік тегінен, байлығынан және жалпы өмірдегі алатын орнынан белгі беретін болған. Төмендегі бейне үзіндіге назар аударсақ, амандасудың бірнеше түрін көре аламыз. Қалайсыңдар? Қалайсыңдар? Сендерге маразым етін алып келдік. Таймас! Балам! Есенсіз бе? Келдің бе? Қолым! Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Есенсіз бе? Шүкір балам. Қалай? Қанжаларың майданда ма? Иә? Бір марал. Бәрекелді. Қоштасу. Сөз этикетінің өз алдына дербес бір саласы қоштасу. Оны дербес сала дейтініміз, оның өзіндік мақсаты, арнайы жұмсалатын тілдік таңбалары, қолданылатын тұрақты орны бар. Қоштасудың да түрлері өте көп. Мәселен, сау болыңыз, қош, көріскенше күн жақсы, қош болыңыз, тағы басқа. Бұлардың барлығы тиісті жерінде лайығымен қолдануға үйрету әдептілік әліппесі болып табылады. Себебі қоштасу түрлерінің қолданылуында өзіндік жүйе, қалыптасқан дәстүрлі тәртіп бар. Бала кетер алдында қоштасып, әдеп сақтауға тиіс. Біз енді сардай қалып, қозғалып кетейік. Қошыңды мен алалар, біраз жерге шығарып салады. Ниетіңе рахмет назар. Алам, аман бол. Қош болыңыз аға. Зередеге қаранасы көмек шақырыздар. Жауы жеңіп, бейбіткінде жауылға жассы. Айтқан келсін балам, қызым өзімдей, ағатты. Ұлымын сендей, інісі білдіремін айналай. Жолың болсын. Жорықтан да жолдарың болсын. Иә, хабарласып, қал жағдай білсіз бай. Жақсы. Аллаға аманат. Құдай амандықтан көрсіге жазсын. Әлеуметтік тұрмыстық қатынастағы сөздердің тағы бір үлкен бөлігі көңіл айту. Көңіл айту азалы адамды жұбатуға арналған дәстүрлі ғұрыптық салт. Бұл ізгі дәстүр көп халықтарда ертеден бар. Көңіл айту жан ашығандықты, қайғыға ортақтықты, жақындықты, сыйластықты білдіреді. Қазақ халқында кісі, отбасы, ауыл, ру басына түскен қайғы қасірет, өлім жітімге байланысты көңіл айту қара сөзбен де, өлеңмен де айтылады. Қаза алдымен естіртіледі де, содан кейін көңіл айту басталады. Көңіл айтуға жұбату жалғасады. Бұл ғұрыптық салттардың бәрі өзара сабақтасып, адам ойын тереңнен тербеп, қайғысын сейілтетін ұтқыр сөздермен көркем жеткізіледі. Келесі үзіндіге назар аударайық. Серік. Не болған? Қорғандар қайда? Қорғанның жігіттері қаза болды. Дұрыс олар. Мүмкін аман қалғандар бар. Жоқ. Әкелді көз алдымда. Қорғанның жігіттері бізді тұтқанақ болар. Олар да мерт болды.
сені іздеп көштен қашып шығып едім. Сәлем, мен кінәлі. Жоқ, сен мен кінәлі бәрі. Аллам өзім. Саған қарағым, жаратқан өміріне қарсы қылған пенде жоқ. Қосын кетті мен. Назар. Кім бұл? Келесі әлеуметтік тұрмыстық қатынастағы сөздің бір бөлігі бата беру. Бата арабтың фатеке деген сөзінің қазақша айтылу түрі. Оның мағынасы алғыс айту, ақ ниет, тілек білдіру. Ақсақалдар үйде бір жақсылық болса, немесе сойылатын малға бата жасап, балаларға құлақ ілестіреді. Бұның бір жағында үлкен сыйлау жатса, екінші жағында баталы құл арымас, батасыз құл жарымас деген ізгі ықылас, игілікке деген тілектестік жатады. Қазақта батаны көбінесе келешегі алда жас өспірімдер сұрайды. Жақсылардың, көп жасағандардың, келілердің, аузы дуалылардың батасын алуды жақсылыққа санап, ырымдайтындар ертеде осындай адамдарға алыста болса да арнайы жіберетін. Әкемнің сөзінен асып пайда бар. Бердім батамды. Серенімді, бәріміздің болашағымызды ертең шайқас шеше. Ендеше, қалмайдағы бірге аттылмайық. Жақсы бол. Баласыз қалған жетінде мен жесізді соған бердік. Құдай алдында ауыр жүкті мойныма келем. Бүгін көзім жетті. Бүгінім беріп, бұған алаған қатты. Қазыраған жерімді қалау жаудан тазартып, Алла тағала қазағымның шаңырағын мәңгі биік қылсын. Жатқанда жолдарың болсын. Әлеуметтік тұрмыстық қатынастағы сөздердің тілек айту және құттықтау деген нұсқалары бір-бірімен үндесіп жатады. Тілек айту мерекелерде не туған күн кештерінде тілек айту тамаша дәстүрлердің бірі екендігін жақсы білеміз. Алайда тілекті дұрыс әрі қысқа, жүрекке жететіндей етіп айту кез келгеннің қолынан келе бермейді. Себебі бірі көпшілік ортада қысылып, ашылып сөйлей алмайды, ал кейбірі ортада өзін дұрыс ұстай алмайды. Не сөздерін шатастырып, ыңғайсыз жағдайға қалып жатады. Құттықтау. Сөйлеу этикетіне жататын эмоция, экспрессияға аса бай сөз легінің бір құттықтауға қатысты сөз. Қазіргі өмірімізде қуаныш дара сипатты емес, қоғамдық мәні бар. Жаңа жыл әрбір азаматқа, әрбір отбасыға бақ береке әкелсін. Отанымыз Қазақстан өркендей берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті білімгерлер, жаттығуларды орындау барысында сабақтың мақсатына жетіп, білімімізді одан ары бекемдейтін боламыз.